Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін 11 шілде. Бүгін ақшалы шашқыр күнін ұмытпаңыздар. Недвижимость, машина, үй алуға жақсы энергиясын жүргізеді. Және бүгін шар ұлыңқта шарлары ұшырамыз. Және флажоктар болады. Непалский соны да іліп қойсаңыздар болады. Әсіресе магазиндерге барларға жақсы. Егерде шарда жоқ, бірақ шар вообще күшті жоқ дейтін болсаңыздар, бүгін күріш ұшыруға болады. Кей кезде бір күндер болады, өзі күріш ұшыратын, ұшырмайтын, тек шар қана ұшыратын. Бүгін күріш шашуға болады. Шарының орнына тілектеріңізді айтсаңыздар. Және таза ауаға шығып, міндетті түрде тілектеріңіз айтылу керек. Және бүгін кашелюк алуға болады, кешегі күн сияқты. Екіншісі, азында ұйқыдан тұрғанда, бүгінгі вообще судың барлығы бір әдемілік, денсаулыққа қатысты тілек тілеп айтсаңыздар, судың барлығы сондай жақсы энергиясын алып келеді. Пайдаланыңыздар. Огонь, инь, водаян белгісіне ақша шығаратын күн. Слабый карта болса, сіздерге қайта ақша келеді. Бүгін жылқыларға вообще стресс күн. Жылқы жылы туылғандар, июнь айында туылғандар, шілденің 7-сіне дейінгілері. Ешкіммен ұрыспаймыз. Бадзи картаңызда жылқы бар болса абайлаймыз. Енді бір айтатыным, бүгін ақша жұлдызын жылтатын күн. Северо-запад 2-де 3-ге гирлянда, свеча жақ қойыңыздар. Астына 4-те 4 қағазға тілектеріңізді міндетті түрде жазыңыздар. Ұлыңқта шарларын ұшырғанда арнайы сөздер бар.